Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 37-ші сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы уақыт туралы не білемін? Дыбыстардың үндесуі. Бірінші жаттығу ертегіні тыңда. Таңды іздеу. Бір адам өз жұмысымен алыс сапарға аттанады. Қараңғы түсе бастағанда бір үйге жетіп, қонуға рұқсат сұрайды. Үй иелері қонақты құшақ жая қарсы алады. Алайда олар кешкі тамақтың соң бір жаққа жинала бастайды. Мына қараңғы түнде қайда барасыздар деп сұрайды жолаушы. Біз таңды іздейміз дейді үй иесі. Олар қолдарына бір бос қап ұстап үйден шығады. Соңдарынан қонақ та кетеді. Бірнеше сағат өткенде алаулап таң ата бастайды. Бір кезде әлгілер қаптарын ашып таңның жарығын қапқа салған сияқты қимыл жасап, артынша аузын буып кері қайтады. Олар үйге қайтып оралғанда таң да атады. Үй иелері қаптарының аузын ашып, оны сілкіп-сілкіп жібереді. Таңдана қараған жолаушыға: «Біз таңды алып келдік, өзіңізге айтып едік қой», дейді олар. Қайтар жолында әлгі қонақ инабатты үй иелеріне бір әтеш алып келеді. Бұл құстың аты әтеш. Оның бірінші шақырғаны таң әлі алыс дегені, екінші шақырғаны таңның жақындағаны, үшінші шақырғанда таң өзі аулаға кіріп келе жатады, дейді жолаушы. Сол кезде әтеш «ку-каре-ку» деп шақырып жібереді. Үй иелері оны қабылдап алып, жолаушыға алғыстарын айтады. Ертегі не туралы? Ондағы негізгі ойды анықта. Ертегі неліктен таңды іздеу деп аталады деп ойлайсың? Ал ендеше балалар, төмендегі тапсырмаларды орындайық. Ертегі не туралы? Ондағы негізгі ойды анықта. Ертегі таңды іздеген адамдар мен жолаушы жайында айтылған. Негізгі ой адамдардың табиғат құбылыстарын түсінуге, жарық пен қараңғылықтың сырын ұғынуға ұмтылысы туралы айтылған. Жолаушының оларға әтеш әкелуі таңның табиғи түрде атар сәтін түсіндіргені. Негізгі ой таң табиғаттың өз заңы бойынша туады, оны адамдар жасай алмайды. Ал ең бастысы білім мен түсінік адамның көзін ашады балалар. Екінші тапсырма: ертегі неліктен таңды іздеу деп аталған деп ойлайсың? Ертегіде адамдар шынымен таңды іздеп шығуға тырысады, яғни таңды өздері әкелеміз деп ойлайды. Сондықтан ертегінің аты таңды іздеу, себебі кейіпкерлердің іс-әрекеті таңды табу, жарықты алып келу. Бірақ шын мәнінде таң іздеп табатын нәрсе емес, ол табиғи түрде өзі келеді. Ертегі осылайша надандық пен табиғат заңын түсінбеудің мысалы арқылы білімнің қажеттілігін көрсетеді балалар. Келесі тапсырмамыз қараңғы түн, таң сөздерінің мағынасын түсіндіру. Қараңғы түн – ол күн батып, жарық жоғалған мезгіл, тыныштық пен ұйқы уақыты. Мысалы, қараңғы түнде жол жүру қиын. Ал таң деген түн мен күннің арасы, жарық енді көріне бастаған мезгіл, жаңа күннің бастауы. Мысалы, таң атты, күн шықты. Төмендегі суреттердің қайсылар ертегі мазмұнына сәйкес келеді? Өз ойыңды дәлелде. Төмендегі суреттердің сәйкес келетіні ол бірінші сурет, яғни таң атқан сәт, аспанда жарық пайда болған көрініс. Дәлел: бұл көріністер ертегіде айтылған оқиғаларды, таңды іздеу, таңның атуы, әтештің шақыруын бейнелейді. Екінші жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап. Секунды жоқ, тық-тық еткен, есесіне қыт-қыт еткен. Қанаты бар, сағаты бар. Жауабы: әтеш. Үшінші жаттығу: сөздерді оқып көшіріп жаз. Басшы, теңізші, түнгі, көкжиек, сөнбеді, жанбады, орынбасар сөздері берілген екен. Үлгі жазылуы басшы, айтылуы басшы болып айтылады екен. Қалған сөздерді жасайық. Теңізші, теңізші. Бұл жерде з мен ш қатар келгенде ж-ш, ш-ш болып жұмсарып айтылады. Түнгі, түнгі, өзгеріс жоқ. Көкжиек, көкжиек. Бұл жерде г-ж екеуі тоғысып г-ж болып айтылады. Сөнбеді,
сөнбеді. Бұл жерде н-б, м-б болып өзгереді. Жанбады, жанбады. Бұл жерде де дәл солай өзгереді. Орынбасар, орынбасар. Бұл жерде де дәл солай өзгереді екен балалар. Төртінші жаттығу тыйым сөздерді көшіріп жаз. Күн батар алдында ұйықтауға болмайды. Өйткені бұл жаман ырымға саналады. Үйге кешке немесе түнде кеш жарық деп ену керек. Балалар, сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.